Ал Алтеке, міне. Естеріңізде ма? Осыдан 1 жыл алдын. Қажетті қаражаттың барлығы жиналды. Алла қаласа Нағимаға біз тігін мәшинесін алып беруді шештік. Тамаша жерден офис алдық. Енді осы жерден ол кісі өзінің кәсібін ары қарай жалғастырып дамытады деген ойдамыз. Үйге де қол жеткізеді, кәсібін де дөңгелетіп алып кетеді. Бізбен бірге болыңыздар. Біз бірге болсақ, әлі талай осындай қайырымдылық жақсы амалдардың басында боламыз. Осы Нағима әпкемізді осында орналастырып, балық бермей, қармақ бер, осы қармағын беріп, кәсібін дамытып жібердік. Ой, жұмыс қайнап жатыр ғой Нағима апай. Қалайсыздар, амансыздар ма? Көп айдың жүзі болды. Құдай қаласа не істеп жатқанымызға осы 1 жыл болады почти. Құдайға шүкір қазір біреуге андай бағынышты болып, біреудің қол астында істемейміз. Қаласам келем, қаласам кетем, өзім бастықпын деген сияқты ғой. Біреуге қол жайып, мұқтаж болғаннан көріп, біреуге садақа беріп, наоборот, біреу саған қарыз болған өте жақсы екен да, оның әсері де өте керемет екен. Елі қаз оқыған сияқты ғой. Ондайларда бар енді. Мынау күшті екен, Сен біреуге қарыз болғаннан, саған біреу қаз оқпағандықтан, Біздің жоба тек банағыдай техника беріп қана қоймай, сенімділік, уверенность дейді, сенімділік берген. Сіз бастап кеттіңіз. Мысалы, басында сіз қорқтыңыз ғой, басында қалай болады, арендасын төлей алмайын ба деген сияқты. Басында ондай қорқыныш болды ғой, сіздер арқылы сол себеп болыпсыздар. Сол істеп жүрген жұмыс еді, бірақ жеке шығып кетуге қорқып жүрді бұл кісі. Сөйтіп енді Аллаға шүкір енді қолдан іс келсе тәуекел деп іс бастап шыққан дұрыс деген да. Арендасын көтеріп жіберген жоқ па жігіт? Жоқ, керісінше наоборот оны болмаған кезде түсіреді ол кісі. Жақсы екен, түсіреді жақсы екен. Молодец. Жігіттер қайрат қарасып тұрды. Рахмет ол кісіге, Алла разы болсын. Бізде қуанып қалдым, кәдімгідей мына рабочий процесс қайнап жатыр. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта да алға қойған мақсаттарымыз, армандарымыз бар. Әйемізді қажылыққа жіберем ба деген ойым бар. Мынау өзіме 2-ші машинка алдым, тағы да қосып үстіне. Арзан болса да өзіме қазір жүріп тұрған көлігім бар, шүкір Аллаға. Сондай жетістіктерге жетіп отырмыз. Қаншаға севатсыз бір көлікті полный осындай? 102 мың болды вообще. Полигі де бар ішінде. Ева полик. Ева поликті тіге бересе? Құдай қаласа соны қоссам ба деп жатырмын, өзіме әлі бірақ бастаған жоқпын. Құрметті ағайын, міне көрдіңіздер ме, біздің мақсат негізі осы еді. Енді біз кішкене қолдау жіберетін болсақ, ары қарай істей алатын адам алып кетуі керек қой негізі. Енді расында Нағимаға риза болып отырмыз, келдік, қол ұшын бердік, көмектестік, кішкене демеу жібердік. Ары қарай міне алып кетті, 2 мәшинесі бар, астында көлігі бар, тіпті үй алуға да қаражат жинап, бір бөлігін беріп қойған. Әкемді қажылыққа, умраға жібергісі келген екен, бірақ әкесі үлкен қажылыққа бірақ барайыншы депті. Енді үлкен қажылыққа да қаражат жинап жатыр екен. Шәкірттері бар, қасында көмекшісі бар. Міне осындай дамып кететін болса, қандай керемет. Сіздерге де үлкен рахмет. Аллахтың қалауымен сіздердің себептеріңізбен болып отыр осының бәрі. Иншалла. Қолдау білдіріп, сенім білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Қараймыз, жобасы жасасын. Алла нәсіп етсең, Құдай қаласа, Аллахтың қалауымен ендігі жылы банағы қоныс тойыңызға келе берейік енді. Уақыт өтмеңіз. Сәттілік. Алла берекесін берсін иншалла.